Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі мен сіздерге дайындаған сабағымның тақырыбы Қазақстан экономикасының тарихы. Енді экономика дегеніміз не? Сол туралы сіздерге бір мағлұмат беріп кетейін. Экономика адамның шектеусіз қажеттіліктерін қанағаттандырудағы қоғам өндірісінің сирек, шектелген ресурстарын бөлу, айырбастау және тұтыну туралы ғылым деген. Яғни адамның қажеттіліктері адамның бір нәрсеге мұқтаж болуын көрсетеді. Адам неге мұқтаж болады? Бірінші адамға әрине ас керек, тамақ керек те, адамның қарны ашады. Екінші адамның баспанасы болу керек, киімі болу керек. Яғни бұл адамның басты бірінші қажеттіліктері болып табылады. Енді қоғам өндірісінің сирек және шектелген ресурстарын бөлу. Экономикада ресурстар дегеніміз ол ақша. Мүмкін басқа салада ресурстар ол басқа болып көрсетуі мүмкін. Алайда экономикадағы ресурстар ол ақша болып көрсетіледі. Яғни адамның қажеттілігін өмірімізде шектелген ресурстарды, ақшаларды бөлу, айырбастау және оны пайдалану туралы ғылым дегенді білдіреді. Енді экономика біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырда алғаш рет экономикалық білім туралы түсініктерді Ксенофон, Платон, Аристотель сияқты ойшылдардың еңбегінде пайда болған. Алғаш рет экономикалық теорияға, яғни ойкос, номос деген екі сөзден шыққан деген сипаттама жазған ол Ксенофон. Ойкос үй шаруашылығы, номос заң дегенді білдіреді. Яғни ойкос номос деген гректің сөзінен енген. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстан экономикасының тарихы. Осы кезге дейін, яғни білесіздер, біздің еліміздің тарихында 1991 жыл, яғни тәуелсіздік алғанға дейін біздер әкімшіл әміршіл экономика жүйесінде дамыдық. Яғни әмір беріледі, сол әмірді орындау негізінде жұмыс жасадық. Қалай біз тәуелсіздік алдық, солай бізде нарықтық экономикалық қатынастарға, яғни нарықтық экономикалық дамуға біздер көштік. Алайда Қазақстан тарихында, яғни қазақ елін, оларда экономикалық қызметті, яғни экономикалық ғылымы болған жоқ деген тұжырыммен оқытылып келді. Алайда оның барлығы қазір өзгертілді. Қазақтарда экономикалық, яғни Қазақстанда, қазақ елінде экономикалық қызмет әр уақытта болды. Оған дәлелдеріміз бар. Яғни Қазақстан экономикасын кезеңдерге бөліп көрсететін болсақ, бірінші кезең, яғни Ұлы Жібек жолы 14-15 ғасырда Қазақстан аумағында Ұлы Жібек жолы бой көтере бастады. Барлығымыз білеміз, қазақтар ежелден мал бақты, жер егерді, одан қалса металдарды, алтындарды пайдаланып, әртүрлі әшекейлерді қолдан өздері жасады. Сол кездегі Ұлы Жібек жолында сауда-саттықтың дамуына, мәдениеттің өркендеуіне үлкен ықпал жасады. Енді не өндірді деген сұраққа жауап беретін болса, яғни сол кездері сүт, ет, былғары өнімдері сатылды. Яғни осы Ұлы Жібек жолы маңындағы үлкен қалалардың пайда болуына өз ықпалын тигізді. Бұл бірінші кезеңде. Екінші кезең 16-19 ғасырларға жатады. Бұл кезде Ұлы Жібек жолында, яғни қарқынды жұмыстар жүргізілмеді. Тарихтан білетініміздей көптеген соғыстар болды. Алайда Ұлы Жібек жолы негізінде дамыған қалаларда өндірістер, мысалы металлургия саласы, зергерлік өнер дами бастады. Бұл жерде
бұл қалаларда үлкен сауда жәрмеңкелері өткізілді, әртүрлі ақындар айтысы, спорттық шаралар жүргізілді. Яғни қазіргі түсінікпен айтқанда торговый центрлар, сауда орталықтарының қызметтері атқарылды. Үшінші кезең бұл кеңес үкіметі кезеңі. Кеңес үкіметі кезеңінде өткенде 1930 жылдан бастап бізде үлкен зауыттар салына бастады. Жеке, яғни тың игеру кезінде, де осы біздің экономикамызға дамуына әсер етті. Өздеріңіз білетіндей, кеңес үкіметі кезінде кәсіпкерлік заң бойынша қудаланды. Кім кәсіпкерлікпен айналысса, яғни оларды қылмыстық жауапқа тартылды. Яғни барлығы үкіметтікі, барлығы мемлекеттікі болды. Адамдар сол тек қана мемлекетке жұмыс жасай бастады. Бұл біздің қазақ экономикасының тарихының үшінші кезеңі. Төртінші кезеңде 1990 жылдан басталады дейміз. Яғни қалай тәуелсіздік алдық, солай біздер шағын бизнес және орта бизнес, кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары қабылданды. Өзімізге белгілі салықтық жеңілдіктер, әртүрлі моноториялар барлығы еліміздің бизнестің дамуына оң әсерін тигізуде. Және де Қазақстан шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту арқылы шикізаттық тәуелділіктен арылып, экспортқа өзінің өнімдерін бағдарлап, экономикасы біртіндеп өсіп келе жатырғанын барлығымыз білеміз. Қазір көшеге қарай шығақшы, айналамызға қарасақ, әртүрлі сұлулық салондар бар, шаштараздар бар, дүкендер бар, машина ондайтын жерлер бар. Олардың барлығы кәсіпкерлік қызметті жүргізіп отыр. Олардың барлығы, яғни кәсіпкерлердің кәсіптері болып табылады. Біздің елімізде енді алғашқы кәсіпкерлік ол алып сатарлықтан басталды. Адамдар бір жерден өнімді алып, екінші жерге сатты. Содан кейін ғана барып өндірістер, яғни өнім өндіру процесіне біртіндеп аяқ басып, қазір өзіміздің өнімізді шетелге экспорттап отырған жайымыз бар. Яғни қазақтарда экономика болмаған, олар кәсіпкерлікпен айналыспаған деген сөздің тұжырымға келмейтіндігінің көрсеткіші біздің тарихымызда көрсетіліп тұр. Яғни біздің қазақ елінің экономикасы сонау ұлы жібек жолынан бастау алады. Назарларыңызға рахмет.